Иран құрамасы сапында біраз жылдар бойы тіпті бірінші нөмірлі болып жүрген боксшы. Түрлі халықаралық додаларға, әлем чемпионаттарына қатысқан боксшы. Бүйірден жеп, бірден. Бір-бірін сәл зерттеп көреді әрине. 8 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Бұндай ұзақ жекпе-жектерде Арманұлының әлі тәжірибесі жоқ. 4 раундтық 2 жекпе-жек өткізген, ал 6 раундқа жоспарланған 2 жекпе-жегін 2-ші раундта аяқтаған болатын. Асықпайды әрине, қарқынды жоғары көтеруге де асықпайды. Алла. Иран боксшысына келетін болсақ, бұл боксшы да бұрын соңды толықтай 8 раунд жұдырықтаспаған. 8 раундтық форматқа шықты, тіпті 10 раундтық форматқа шығып, бірақ толықтай... Соққылар өткір. Арманұлы әлде қайда жылдам. Айтпақшы, Каземзаденің бір жеңілісі біздің қазақстандық боксшының қолынан. Нұрғанат Райысқа. Осы жылдың ақпан айында Ақтауда өткен бокс кешінде 6 раундтың қорытындысы бойынша ұтылған еді. Төрешілердің шешімі бір ауыздан. Екі төреші 53-60 деген есеп тіркесе, бір төреші 56-57 деген есеп тіркеген. Одан кейін бір жекпе-жек өткізіп үлгерді. Сәуір айында Таиландтағы бокс кешінде жергілікті боксшыдан басым түсті. 8 раундтық жекпе-жек 5-ші раундта аяқталды. Техникалық нокаут тіркелген болады. Тамаша, тағы да қорғанысты бұзып өтті. Бұл соққысын кәдімгі бір сезген сияқты, бірден реакция берді. Каземзаде көріп тұр, қарсыласының шабуылдарын. Әзірше Арманұлы соққыдан қорғанып үлгерді. Әзірше қазақстандық боксшының жылдамдығы өте маңызды рөлін отыр. Міне тағы да тамаша бір аперкот, тіпті сәл есеңгіреп тоқтап қалған сияқты, Иран боксшысы. Арманұлы бұл жерде асықпады. Шабуылды жалғастыруға. Тамаша, тағы да. Сәл қарқынды көтерсе, Арманұлы Иран боксшысының жағдай бұдан да қиын деп тұрған сияқты. Міне керек десеңіз тағы бір соның дәлелі. Гонгпен бірге қағып тұрды. Бұл жерде есеп ашуға тура келеді. Нокдаун есептеліп жатыр, сондықтан өз бұрышында керісінше өз бұрышында болмау керек, боксшы. Онда 8 деген сөз демек. Шалқасынан құлады ғой, кәдімгі қазір рингтің шетінде тұрмағанда, рингтің ортасында бүйтіп құлағанда қалай болар еді. Саджад Каземзаде по 4. Спортсмен из Ирана был спасен гонком. По большому счету, если бы такой нокдаун произошел бы в середине раунда, я уверен в том, что Арманұлы точно бы оформил нокаут. Нокдаун уже был оформлен. В первом раунде удастся ли развить свой успех? Во втором раунде у Армата. И самый главный вопрос, а восстановился ли после этого нокдауна Каземзаде? Саджад. Руки уже держит у подбородка Каземзаде, но вот стиль Арманұлы раз-таки такой непредсказуемый. Постоянно работает
режет углы, меняет уровни, периодически меняет стойки. При этом такой креативный файтер. Армат. Попытался справа достать ударом СМЗД. Все началось, конечно же, с апперкота, который пропустил Саджад в одном из разменов. Кстати, ни разу не проиграл нокаутом за свою карьеру Касамзаде. Дебютный поединок провел в прошлом году. 4 поединка. Так и имеет в рекорде 3 победы и 1 поражение. Единственное поражение было в этом году решением судей. Причем в Казахстане. В одном из вечеров бокса. Снова отлично, если попадает одиночными ударами. Причем некоторые удары не видит абсолютно Касамзаде. А половина раунда позади тем временем. О, по печени. Кажется, прочувствовал этот удар слева. Вот обратите внимание на правый апперкот. После входа в ближнюю дистанцию выбрасывает правый апперкот. Арманулла. Армат. Минута остается. Уже агрессивно прессингует у канатов. Удержит своего оппонента. Армат Арманулла. О! Множество ударов пропускает. Касамзаде, но здесь разрывает дистанцию, уходит от канатов. Но ненадолго. 30 секунд остается. По этажам и левым хуком завершает. И, кажется, на этом все. Отчитывает рефери. Продолжит ли дальше поединок? Вроде бы готов. 20 секунд остается до окончания второго раунда. Да. Рефери увидел достаточно. Поединок завершен. Отличное выступление. Отличный нокаут. И, конечно же, уверен, что данный нокаут и поединок пойдет в хайлайты сегодняшнего вечера бокса. А вот Саджад Касамзаде по штири терпит первое досрочное поражение. Я, бұл жігіттің бұған дейін бір жеңілісі бар деп айттық. Нұрғанат Райысұлына қарсы. Нұрғанат Райысқа қарсы. Толықтай 6 раунд жұдырықтасып шыққан, бірақ Армат Арманұлына бұл жолы төтеп бере алмады. Екінші раундта жекпе-жек аяқталды. Армат үшін бұл осымен 4-ші жеңіс және 3 жеңіс мерзімнен бұрын. Бір қызығы, мерзімнен бұрын 3 жеңістің барлығы да 2-ші раундта аяқталған. Хабиб Ур-Рахманды Таиландтағы бокс кешінде 2-ші раундта мерзімнен бұрын ұтты. Рахул Сингхты де дәл осы Таиландта 2-ші раундта ұтса, міне енді Иран боксшысында 2-ші раундта тоқтатып отыр. Армат Арманұлы жеңіс сериясын жалғастырады. Қатарынан 4 жекпе-жекте жеңімпаз. Дәл қазір ресми түрде жеңімпаздың есімі аталады. Дамы и господа, рефери в ринге Дмитрий Ковальчук остановил этот бой во втором раунде на 29-й секунде. Таким образом, нокаутом победу одержал Армат Армануллы, Казахстан. Аплодисменты его сопернику Саджад Касымзаде по штири. Армат Арманұлын жеңісімен құттықтай отыра, біз енді Илья Калининнің жекпе-жегін күтеміз. Болашағынан зор үміт күттіретін әуесқой бокста жүрген спортшы, міне
кәсіпқой бокста бағын сынап көрмекші, ал біз жаңа болған жекпе-жектің ең қызықты сәттеріне көз жүгіртіп қарап шығайық. Бірінші раундта бастаған ісін міне екінші раундта аяқтай алды. Міне алғашқы нокдаун. Және жекпе-жек аяқталған сәтті де бір көз жүгіртіп қарайық. Аяққа тұрғанмен тәлтіректеп тұрғанын көрдік. Сондықтан бұл жерде реферидің шешіміне дау жоқ. Ары қарай жалғастыруға мүмкіншілік берсе, жекпе-жек қалайда мерзімнен бұрын аяқталатыны анық еді.